Арман Абайұлы, мына біздің ауыл партиясының депутаттарын әр уақытта базардағы мына мал өнімдерінің сапасы, қауіпсіздігі алаңдатады. Мен бұл туралы бірнеше рет айтқам. Міне қараңыз, бізде 1 миллион осы шілде айына дейін осы жылы 1 миллион тонна ет өндірілді. Соның 430 мың тоннасы үй шаруашылығынан келген. Ал енді бұл қалай? Кеше президентіміз жолдауында айтты, миллиондаға мал басы жоқ екен анықталды. Ол бір. Екінші, кеше бас прокуратура ветеринариядағы былықты ашты. Қаншама мыңдаған вакцинация актілерінің өтірік екені болып шықты. Демек, қандай мал немен егіледі, ешкім оны білмейді. Үшінші, аулада сойылады малдың көп бөлігі. Жаңа 40% дегеніміз осы. Ауладағы сойылған малдың жанында ветеринарлық қадағалау болу керек, ол көру керек ішкі органдарын, еттің сапасын. Ол қасында тұрмайды. Сол ет барады да, сонан кейін бар базарға түседі. Оны еттің иесі, малдың иесі арыз жазып, ол мәлімет базасына енгенше 2-3 күн кетеді. 2-3 күннің ішінде ол ет сатылып кетеді. Ал енді соның барлығы қаншама саты міне, қаншама саты денсаулығымызға қауіп қатер келтіретін. Соның барлығын кім тексереді ең соңында? Мына базардағы ветеринарлық, санитарлық экспертиза. Бұның барлығы жекеге беріліп кеткен. Жекеге беріліп кеткен. Кез келген етке, кез келген анықтамасын сізге сызып бере салады. Ол шындық міне, базарға барсаңыз көресіз көзіңізбен. Базардың маңындағы қоймаларда антисанитария, оны ешкім тексеріп жатқан жоқ. Демек, мына ветеринарлық санитарлық экспертизаны тексеретін кім? Ветеринарлық мемлекеттік инспекция. Демек, өзінің бүкіл жаңағы қылтың-сылтыңның бәрін нәтижесін шығаратын солар. Сіз қалай ойлайсыз үкімет мүшесі ретінде? Осы ветеринарлық санитарлық экспертизаларды мемлекетке құзыретіне қайтару керек па? Ол бірінші сұрақ. Екінші, соған мемлекеттік ветеринарлық инспекция емес, денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық комитетіне беру керек па? Мына осы жайлы айтсаңыз. Рахмет. Рахмет, сұрағыңызға рахмет, құрметті Ана Сахатұлы. Енді ол сондай ерекше күрделі мәселе, неше жыл мына дау болып жатыр. Кімнің құзыретінде болу керек? Мына жаңағы денсаулық сақтау министрлігінде, немесе ауыл шаруашылық министрлігінде. Енді біз қалай оны бөлінеміз? Егер мына мал қайта өңдеу өткен жоқ, онда бұл мәселе шикізат ретінде ауыл шаруашылығы министрлігінде болу керек. Егер мына өндіріс процесінде енді ол товар ретінде шықса, онда бұл мәселе денсаулық министрлік қарайтын болады. Біз бұл мәселені біз үкімет шеңберінде қарадық. Нақты қандай дублирование болмау үшін нақты тапсырмалар беріп, енді қазір ол тапсырманы орындау үшін жұмыс жүргізілуде. Енді мына жаңағы базардың мәселелері айтатын болсақ, сіз өздеріңіз білесіз, өткен жылда біздің бұл мәселе 2 рет қарады. Енді сіз өздеріңіз бізге тапсырма беріңіз ғой, осы жылдың аяғында бізге есеп бересіңдер, не болып жатыр. Біз мына базардың жаңғырту мәселелер, жаңағы тексеріс мәселелер қазір орындап жатырмыз. Бүкіл республика бойынша қандай қалада не істеу керек? Мына чек-лист деген тексеретін талаптардың тізімі бүкіл бар. Енді бұл мәселемен біз ғана емес, бүкіл ведомстволар айналысады. Мен мына жұмыстың қорытындысы қосымша сізге есебін берем. Рахмет.